Сәлем достар, бүгін сіздермен винегрет салатын дайындайтын боламыз. Мен өзіме керекті алдын ала овощтарымды пісіріп алдым. Одан кейін сыртқы қабықтарын ашқаннан кейін осылай жайлап кубиктап турап бастаймыз. Картошканың 2 штук алдым, примерно 200 грамдай. Соны уақыттап 4-5 қылып турап аламыз да ыдысымызға саламыз. Картошкамызды турап алғаннан кейін осылай сәбізімізді, мен бір сәбіз ғана жеткілікті болды маған. Бір сәбізді осылай тоже кубиктап турап ыдысымызға салатын боламыз. Одан сәбізіміз турап болғаннан кейін алдын ала дайындалған квашеный капустамызды қосамыз. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Қоссаңыздар дәмі ерекше болады. Одан кейін консервідегі жүгеріні саламыз жартылай. Одан кейін мен 2 қызылша алдым, 200 грамдай. Көп қоссаңыз да, аз қоссаңыз да бола береді. Қызылшамызды да дөңгелетіп тураймыз да, одан кейін 4-5 қылып кубик етіп турап ыдысымызға саламыз. Қызылшамызды турап болғаннан кейін салатымыздың үстіне шым-шым тұз салатын боласыңдар. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май қыздырып салуды ұмытпаңыздар. Мен видеоға ол жерден түсіруді ұмытып кетіппін. Одан кейін ең соңғы қиярымызды саламыз. Осылай турап аласыздар да үстімізге салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып
аласыздар. Ащы қиярымызды турап болғаннан кейін салатымызды әбден жақсылап тұрып асты үстіне айналдырып араластырып аласыздар. Үстіне оливковое масло қосуды ұмытпаңыздар. Салатымызды әбден араластырып алғаннан кейін ыдысымызға орналастырып, үстіне мана қалған жарты банка горохымызды өз қалауларыңыз бойынша оформление жасап, дастархандарыңызға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.